Ассалаумағалейкум мұсылмандарым, менің сайтыма сұрақ көп түсті. Ассалаумағалейкум, Мейрам Мұрат дейді, орысша жазылған, бірақ мен қазақшасын айтып берейін. Мен сіздің сайтыңыздағы намаз басуны без сектантства деген кітабыңыз арқылы намазды үйреніп жүрмін. Сіздің кітабыңызда азан шақырғанда хайя салат деп жазылған дейді. Ал енді мүфтияттың сайтында және тағы басқа сайттарда, мешіттерде имамдар хайя солях деп айтады дейді. Қайсысы дұрыс деп сұрайды. Жауап берейін. Біздің дүмше мүфтиятта имамдарға бәріне. Біздің мүфтилерде сосы имамдардың, муэдзиндердің азан шақырған кезінде мешітте қатысып отырады, бірақ бұған көңіл аудармайды, дүмше болғандықтан. Арабша намазды салят деп айтады, ас-салят. Сондықтан да намазға шақыру деген хайя салат болып есептеледі. Бұл Аллахтың намазына шақыру. Ал енді жаңағыдай хайя солях, хайя мулях дегендер бұл шайтанның шақыру болып есептеледі. Сондықтан да азанды дұрыстап оқу керек. Егер азанды дұрыс оқымасаң, ертең отын үйде Аллахтың алдында жауап бересің. Шайтанның шақыруына ергендерге айтарым.